Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі ең алғашқы сабаққа қош келдіңіздер, достар. Бүгін біз физиологияның ең алғашқы сабағын өтетін боламыз. Алда өте көп тақырыптар сіздерді күтіп тұр. Құдай қаласа бүгіннен бастаймыз. Достар, ең бірінші мен сіздерге мынаны түсіндіргім келеді. Физиология бұл өте үлкен ғылым, оның негізгі основасын біз осы алғашқы сабақтардан бастап түсінеміз. Бірақ мен сіздерге алдын ала айтайын. Осы алғашқы сабақтар сәл ауырлау болады. Бұл теория, физиологияның негізі, оның негізгі теориясын біз білуіміз керек. Бірақ та мен аудиторияны екіге бөліп алдым. Фельдшерлер, үлкен жұмыс жасайтын фельдшер, жасы үлкен, жаңағыдай универ оқымайтын үлкен фельдшерлер, үлкен курсты оқып, кезінде физиологияны шала оқып кеткен студенттер, үлкен дәрігер қазір уже үлкен курста оқитын немесе, просто еске салу үшін кірген студенттер, немесе для себя, өзі үшін бүгінгі сабақты көргісі келген студенттер, адамдар бүгін бірінші типті адамдар деп бөліп, бірінші типті адамдар, солар бірінші типке кіргіземіз. Екінші типті студенттер типі бар, бұлар универге түскен, енді ғана физиологияны өтетін студенттер. Бірінші курс бітіріп, екінші курста физиология өтетін студенттер. Сіз дайындық ретінде қарап жатса, бұл екінші типті студенттер. Немесе неврологияны оқиын деп жатқан студенттер. Неврологияны енді өтейін деп жатқан, немесе невролог болатын студенттер мына берен жасап қарау керек. Себебі физиологияның ең алғашқы тақырыбы қозғыш тіндер. Содан басталады, бірақ мен сіздерге осы тақырыпты бүгіннен бастап жақсылап түсіндіргім келіп отыр. Достар, қараңыздар. Енді біз мына бірінші типті бөліп алдық. Ең бірінші сол бірінші типтегі адамдарға мен жалпы осы физиологияның негізгі основасын бір базамен түсіндіргім келіп отыр. Сол базалық ақпарат сіздерге жетеді. Ары қарай ол теорияны қараудың керегі жоқ. Әрине қарай беріңіз, бірақ қиын болып кетсе қараудың өзіңіз қинамаңыз. Қалай мен сіздерге осы негізгі базаны жеңіл тілмен, мысалдармен түсіндіріп беремін, сол жеткілікті сіздерге. Кешіріңіздер. Сол жеткілікті. Түсінікті ғой. Соны мен қазір сіздерге басында түсіндірем. Ары қарай видеоны жалғастырып қарай берсеңіз болады өзіңіз үшін. Бірақ енді ары қарай теория болғасын, басы таза студенттерге өте оңай болуы мүмкін да. Сіздерге ауырлау болып кетуі мүмкін. Сол себепті сіздер қазір базаны қарап алыңыздар болды. Ары қарай өздеріңіз білесіздер. Ал медик студенттер, бірінші курс, екінші курс, физиологияны өтейін деп жатқан студенттер до конца. Сіздер до конца қарайсыздар. Каждый частқа мән бересіздер. Өте маңызды тақырып. Достар, қараңыздар. Біз тіріміз әлемде. Адам организм тірі екен, жалпы бүкіл тіршілік тірі да, әлемде тірі жүріпті. Оның бойында энергия бар, оның бойында потенциал бар, биопотенциал бар, оның реакциясы бар. Реакция дегеніміз организмнің сыртқы ортадағы немесе ішкі өзінің ағзасы ішіндегі факторларға жауабы. Осындай реакциясы бар, яғни реактивтілігі бар. Енді қараңыз, өлген организмнен тірі организмнің ерекшелігі осында. Біздің бойымызда энергия, тағы потенциал, биопотенциал, реактивтілік бар. Өлген адамда ондай болмайды. Біз энергиямыз болған үшін бұл өмірде тіріміз. Соның арқасында біздің ағзамыз жұмыс жасап жатыр. Достар, енді қараңыздар. Біздің ағзамызда ми деген орган бар. Ми біздің ағзамыздың президенті. Егер біздің ағзамыз мемлекет болатын болса, біздің мемлекеттің президенті бұл ми. Яғни бізді ми басқарады. Ағзамызды ми басқарады. Әрине, миді белгілі бір деңгейде біз өзіміз басқара аламыз саналы түрде. Ал ми бірақ бүкіл ағзамызды бізді басқарып отырады, реттеп отырады. Ал мидың енді екі части бар. Әрине бұл жүйке жүйесі емес, достар. Уайымдамаңыздар, жүйке жүйесі емес, бұл жалпы кішкене бүгінгі тақырыпқа мысал ретінде келтіріп жатырмын. Миды біз белгілі бір деңгейде өзіміз саналы түрде басқара аламыз. Мысалы, мен қолымды саналы түрде қозғап жатырмын. Ал кейбір жағдайда біздің миымыз біздің санамызға бағынбайды. Яғни біздің жүрегіміздің соғуы, дем алуымыз, ас қорыту органдарының жұмысы деген сияқты, олар біздің санамызға бағынбайды ғой. Біздің санамызға бағынатын не бағынбайтын жұмыстар бар. Енді қараңыздар, бұл не үшін сіздерге миды көрсеттім. Бүгінгі тақырыпқа негізгі мысал мынау, қараңыздаршы. Мен қолымды аштым, жұмдым. Саналы түрде қан қабылдау шөттерімді басқара аламын мен, аштым, жұмдым. Мойнымды былай бұра аламын да, көріп тұрсыздар ғой, бұрдым, аштым да, көзімді ашып жұма аламын еркіммен де, отырып тұра аламын да. Бұның барлығы неден болып жатыр? Мен саналы түрде ойландым, қолымды бүгуді немесе мына жерден бірдеңені алуды, мысалы фломастерді алуды мен ойладым. Бұны бізге білінбейді ол процесс, бірақ біз жақсылап өзіміздің ағзамызды сезінейікші. Мен қазір қолымнан фломастерді ұстап алуым үшін қандай процесс болды менің ағзамда. Миымда ой пайда болды. Ойдан импульс пайда болды. Импульс мидан шығатын арнайы талшық арқылы барып, именно сол фломастерді алуға қажетті бұлшықеттерді жиырады. Дәл сол талшық сол бұлшықеттерге барды. Мысалы, мен қолым, қол бұлшықеттері, мысалы, саусақ бұлшықеттері барлығы осы фломастерді былай ұстап тұру үшін жиырылды.
әрине ол былай просто мынандай ғой, білмеймін, оны қарамаймын мән беріп та, бірақ міне біз осознанно қарайтын болсақ, детально жиырды. Яғни бұл жерде не болды? Мидан ақпарат барды, мида ақпарат пайда болды бірінші, фломастерді алу деген, и ол импульс арқылы, жүйке талшығы арқылы қолдың бұлшықеттеріне берілді, и қолдың бұлшықеттері фломастерді барып ыстады, ыстаған кезде саусақ бұлшықеттері жиырылды, қолым мына бұлшықеттер жиырылды, қолдың бұлшықеттері міне барлық жиырылып, мен осылай ыстап тұрмын міне. Бүкіл біздің денеміздегі осы әрекеттер осылай миымыздан шығатын импульстар арқылы басқарылады. Әрине жүйкелік басқарылу бұл. Миымыздан шығатын импульстар арқылы басқарылады. Көрдіңіздер ғой? Енді мен сіздерге қазір түсіндіретінім жаңа базалық ақпарат. Осы импульс қалай жүреді? Осы импульс біздің ағзамызда қалай жүреді? Біз соған мән береміз. Қараңыздар. Мынау жүйке талшығы. Мынау мидағы белгілі бір орталық, мысалы көру орталығы деген бар, иіс сезу орталығы деген бар. Тағы айтамыз, біз жүйке жүйесін өтіп жатқан жоқпыз. Бірақ мысалы, именно осы қозғалыс орталығы арқылы мен миымдағы қозғалыс орталығы мынау, и мынау біздің саусағымдағы бұлшықет. Енді ми саусақтағы бұлшықетке приказ беру үшін арнайы сол қозғалыс орталықтан шығатын талшыққа импульсті жібереді. Сол импульс манағы бұлшықетке баратын талшық арқылы бұлшықетке дейін барады. И барып бұлшықетке сигнал береді. Көрдіңіздер ғой? Міне, бұл кезде импульстің жүру процесін біз білуіміз керек осы жерде. Бұл импульс қалай жүреді бұлшықет талшығында? Түсінікті ғой? Енді қараңыздар. Нормада ешқандай импульс жоқ кезде, тыныш күйде біздің ешқандай импульс жоқ кезде талшықтардың бойында зарядтар болады. Зарядтар, иондар, заряд, энергия деп айттым мен сіздерге мана. Вот, зарядтар болады. Міне. Оң заряд, теріс заряд деген бар, физикадан білесіздер. Бұл не? Тыныш күйде талшықтың сыртында, мембрананың сыртында, мембрана ғой, талшық, аксонның мембранасы айтады. Мембрананың сыртында оң заряд бар, мембрананың ішінде теріс заряд бар. Теріс. Көрдіңіздер ме? Енді қараңыз. Орталықтан импульс кетті былай, импульс кетті. Импульс мына талшықтың бойымен жүру үшін осы зарядтар арасында өзгерістер болады. Нормада осы жасуша ғой енді бұл да. Осы талшықтың сыртында плюс заряд бұл натрий болады. Натрий жасушаның сыртында көп болады нормада, тыныш күйде. Ал аксонның ішінде, жасушаның ішінде калий көп болады. Калий көп болады. Ал енді манағы импульс шыққан кезде осы натрий, яғни плюс зарядтар аксонның ішіне кіреді. Аксонның ішіне кіреді. Ненің іші? Аксонның іші толықтай плюс зарядқа айналады. Сен натрийдің бәрі ішіне кіреді. Міне кіреді. Көрдіңіздер ғой? Яғни осылай импульстің өту барысы жүреді. Міне импульс мына жерде болса, міне импульстың сыртынан көрсең, импульс былай кету керек қой, міне былай кету керек, міне осылай кету керек. Кету керек. Енді қараңыз. Импульс енді бірден кетіп қоймайды ғой, яғни бір жандай замедленно қалатын болсақ, жайлап өтеді, былай импульс өтеді. Импульс өткен сайын осы жердегі плюс зарядтардың барлығы ішке өтеді міне. Синапстың ішіне өтеді. Өтіп. Әлі өтіп баратқаны бізде импульсті жүріп баратқанын көрсетеді. Жүріп баратқанын көрсетеді. Плюс зарядтың бәрі ішке кіреді, натрийдің бәрі шегіп кетеді. И импульс одан плюс зарядтың бәрі кіріп кеткеннен кейін іштегі калий сыртқа шығады. Мана калийлер сыртқа шығады. Сыртқа шығып кетеді. Вот біздің жүйке талшықтарында импульстың жүру барысы осылай жүреді екен. Мына жерге мен сізге видео қоямын, қараңыздар. Импульс плюс заряд кіріп, теріс заряд шығып, плюс заряд кіріп, натрий кіріп, калий шығып, натрий кіріп, калий шығып жүреді. Міне, осының арқасында импульс, натрий мен калийдің арқасында біздің жүйке талшықтарында импульс жүреді екен былай. Көрдіңіздер ғой, міне, импульс жүреді. Енді көрдік, міне, қараңыздар. Мен бүйтіп мана фломастерді ұстау үшін жүйке талшықтарында натрий мен калий осылай алмасып тұрады екен импульстың өтілуі үшін. Мидан шыққан импульсынан қолдың саусақтың бұлшықеттеріне барамын дегенше осындай процесстер жүреді екен ол импульстың бойында. Импульстың жүруі дегеніміз осы екен. Көрдіңіздер ғой? Енді қараңыз. Біз осы процеске атау береміз. Натрийдің ішіне кіруі, мына синапстың жасушаның ішіне кіруі деполяризация деп аталады. Деполяризация. Ал калийдің сыртқа шығып кетуі реполяризация. Реполяризация деп аталады екен.
бұл ұғымды айтамыз, көрдіңіздер ма? Енді қараңыздар, мынаны ұстаған кезінде жүк талшықтарында не болды? Деполяризация, реполяризация, осылай импульс жүреді екен, міне. Көрдіңіздер ғой, міне. Осылай импульс өтіп тұрады екен. Түсінікті ма? Енді мен сіздерге бұны тағы бір мысал келтірейін, бұның маңыздылығын түсіну үшін. Қараңыздар, науқастың іші көп өткен. Арамызда бар шығар, іштері өткен, бала кезінде жаңағы тарбыз жейді, тағысында қауын жейді, жазда іш өтіп кетеді сонымен, өте көп іші өтетін болса, немесе ішек инфекциялармен ауыратын болса, құсумен шатастырмаңыздар, мен сіздерге іші айтып тұрмын, адамның іші көп өтетін болса, адам ағзасындағы осы натрий, калий тұздарынан айырылып қалады. Дәретпен бірге іш өткен кезде барлық сол натрий, калий тұздарының барлығы сыртқа шығып кетеді. Біздің ағзамызда мына элемент азайып қалады. Содан кейін науқас әлсірейді, жаман әлсіреп қалады. Қатты әлсірейді, атауы қозғалғысы келмейді. Қозғалып жұмыс жасағысы келмейді. Адам қатты әлсіреп қалады. Себебі не үшін екен? Ойланып көріңіздерші. Не үшін бұндай екен? Не үшін көп іш созылмалы диарея деп айтады? Ұзақ уақыт бойы іш өтетін болса, не үшін бұлай болады екен? Міне сіздерге жауап. Көрдіңіздер ма? Натрий, кіретін натрий жоқ, шығатын калий жоқ. Себебі барлығы шығып кетті біздің ағзамыздан. Міне, импульс жүрмейді. Импульс жүрмегесін қозғалыс қайдан болады? Мен қалай қолымды былай қозғалтамын? Дұрыс па? Қолымыз қозғалмайды. Вот деполяризация, реполяризация жүрмейді. Түсінікті ма? Міне достар, жалпы біздің ағзамызда импульстың жүруі осылай болады екен. Кез келген қозғалыс достар, біздің ағзамызда кез келген қозғалыс осындай процеспен жүреді. Яғни жүйке талшық арқылы белгілі бір жаңағы қажет, сол қозғалысты жасау үшін қажет бұлшықетке барады, и содан бұлшықетіміз қозғалады. Немесе тек қана біз бұлшықеттерді айтып жатырмыз, барлық достар, мына көздегі ақпараттың тасымалдануы, біздің жаңағы жүрекке, тағы ішкі органдарға баратын жүйке талшықтарындағы импульс, бүкіл жүйке талшығы арқылы баратын импульстың барлығы осы арқылы жүреді. Натрий мен калий өте маңызды екен. Әрине бұл тақырыптардың біз жүйке жүйесін ашқан кезде айтамыз, синапстар деген тақырыптар бар, ол кезде көрсетеміз тереңірек. Бірақ сіздер осы нені қараңыздар. Жалпы бұл процеске біз әрекет потенциалы деп айтатқанбыз. Әрекет потенциалы дегеніміз осы міне. Жалпы теориялық атау. Көрдіңіздер ғой? Достар, бұл манағы айтқан бірінші тип адамдарға, бірінші тип студенттер ғой, манағы мен сізге белгілеп кеткен. Соларға арналған негізгі основа, бүгінгі біздің физиологияның негізгі бірінші тақырыбының. Осыны сіздер түсініп алыңыздар главное. Вот осыны түсінгеннен болды. Ары қарай қазір тереңдеп талдаймыз. Оны қарасаңыздар да болады, көре беріңіздер. Бірақ негізгі основаны мен сіздерге түсіндіргім келді. Түсінікті ғой? Ары қарай манағы екінші типтің студенттері біз до конца сабақты жалғастырамыз. Кеттік. Бүгінгі тақырып қозғыштық, тітіркендіргіштік, тітіркену немесе. Бұл физиологияның негізгі алғашқы тақырыбы. Осыны қараңыздар достар. Мен сіздерге ізбезділікпен тақырыптарды саламын. Әрбір ізбезділіктің маңыздылығы бар, баспалдақ сияқты. Бірінші баспалдақтан өтпесең, екінші баспалдаққа көтерілмейсің ғой. Сол себептен әрбір мен жіберген тақырыптарды ізбезділікпен қарауың керек. Қалдырмай, аттап екіншісіне өтіп кетсең, никак түсінбей қаласың. Түсінікті ғой? Бірінші сабақтан бастап жақсылап назарыңды маған аудар. Өте маңызды. Қараңыз достар. Бүгінгі өтетініміз тітіркендіргіштер, тітіркену, қозу, биологиялық реакция, қозғыштық и тітіркену. Қараңыздар достар. Бұл не? Бүгінгі біздің тақырып қозу, тітіркену. Жалпы біздің ағзамызда 4 негізгі қозғыш тіндері бар. Біріншісі жүйке, миокард, жүректің бұлшықет қабаты, миокард и қанға бұлшықеті, жалпы бұлшықеттер, қанға бұлшықеті и бездер. Сілекей бездері, эндокриндік бездер, тағысындағы бездер. Осы жүйке, осы тіндер біздің ағзамызда қозғыш тіндер деп аталады. Қозғыш органдар немесе. Бүгінгі тақырып қозу, тітіркену. Енді қараңыз, біз жалпы осыған сипаттама берейік. Тітіркендіргіш дегеніміз не? Ол екіге бөлінеді. Ішкі және сыртқы тітіркендіргіштер. Манағы ыстық су, сыртқын айтайық бірінші. Сыртқы тітіркендіргіштерге не кіреді? Ауа райы, ыстық су, салқын су, жаңа біреудің шапалақпен ұрғаны, саған бір қатты сөйлегені, сырттан тамақты көргенің, тамақ қой. Сырттан бір не істедің? Бір ит қуып келе жатыр, саған біреу қарсыласып келе жатыр. Жалпы сенің ағзаңа саған бір сен реакция қайтаратындай әсер ететін фактордың барлығы сыртқы тітіркендіргіштер деп айтылады. Барлығы, барлық ауа райы, тамақ, бүкіл дәрі-дәрмек, инфекция, бүкілі
сыртқы тітіркендіргіштер деп аталады. Және ішкі тітіркендіргіштер деген бар. Біздің ағзамыздағы микрофлора, біздің ағзамыздағы гомеостаз, біздің ағзамыздағы қан қысымы, біздің ағзамыздағы температура, біздің ағзамыздың pH-ы, біздің ағзамыздағы гормондар, біздің ағзамыздың ішкі жүйке жүйесі да, оның барлығы ішкі тітіркендіргіштер деп айтылады. Әрине бұл тақырыптар саған жат болуы мүмкін, енді келе жатсың ғой медицина не бастап. Саған бұл тақырыптар сәл гомеостаз, pH деген әлі өтеміз алда. Бірақ сіздер главный тітіркендіргіштің не екенін біліңіздерші. Біздің ағзамызда белгілі бір реакция ғой, мысалы мен қолымды бүйтіп қалсам, бұл реакция бірдеңеге деген, вот осындай бір әрекетке шақыратын реакцияның тудыратын осындай тітіркендіргіштер болады. Ішкі және сыртқы тітіркендіргіштер. Ары қарай қараңыздар, осындай ішкі және сыртқы тітіркендіргіштер біздің ағзаға әсер етеді. Яғни ағзамызда белгілі бір тіндерге әсер етеді. Немесе ағза немесе тін деп алдық. Қараңыздар, міне бірінші тітіркендіргіш болады. Ол біздің ағзамызда тіндерге әсер етеді. Енді қараңыз, тітіркену деген бар. Тітіркену, міне, екі. Санмен қарап отырасыздар, мен бір тітіркендіргіш, екі тітіркену, міне. Тітіркендіргіш тінге әсер етті, органға әсер етті, немесе бір жасушаға әсер етті. И сол кезде ол тітіркенеді. Міне, тітіркенеді. Яғни, тітіркену дегеніміз белгілі бір тітіркендіргіштің әсерінен пайда болған реакция. Тітіркенді да. Үшіншісі қозу. Тітіркендіргіш тінді тітіркендіргеннен кейін ол тінде қозу болады. Қозу жайылады былай. Себебі сигнал келді, сигнал қабылданды, тітіркенді ғой. Қабылданғаннан кейін тін бірден қозады. Міне, үш деп ойлайықшы. Үш. Қозу. Тінде қозу жүреді. Тінде қозу болғаннан кейін сол тітіркендіргішке қарсы біздің тіндердің биологиялық реакциясы болады екен. Яғни биологиялық жауап немесе биологиялық реакция. Міне, кетті 4. Достар, енді қараңыздар, тіндердің биологиялық реакциясы дегеніміз не? Яғни бұл тіндердің сол қоздырғыштарға жауабы. Оны біз екіге бөліп аламыз. Яғни екі түрлі жауап қайтарады екен тіндер. Біріншісі қозғыштық, қозып жауап қайтарады, немесе тітіркеніп жауап қайтарады екен. Тітіркену арқылы жауап қайтарады. Енді бұл екі сөздің біз ашамыз расшифровкасын. Жалпы, бірінші биологиялық жауап бұл спецификалық, екінші қайтаратын жауаптың түрі бұл бейспецификалық. Қараңыздар, бұл дегеніміз не? Яғни сырттан бір тітіркендіргіш әсер етті, оған тініміз тітіркенді, ол тітіркеніп қозғаннан кейін жауап қайтарды. Ол жауап екі түрлі болады екен: спецификалық, бейспецификалық. Енді бұл сіздерге бұл сөзден әрине білмейтіндер барша, түсіндіруге білетіндер болса керемет. Спецификалық дегеніміз, мысалы қараңыздар, айфонның зарядкасы бар да, ол тек қана айфонға ғана заряд бере алады. Бұл спецификалық, өзіндік деген мағынаны білдіреді. Көрдіңіз ғой? Мысалы, біздің құлақ естуге арналған ғой. Яғни ол оның құлақтың спецификалық қызметі. Осы сөз ертең көп қолдана түседі, алдыңызды жақсылап біліңіздер, ұмытпаңыздар. Ал бейспецификалық дегеніміз, достар, қараңыздар, біздің құлағымыздың негізгі қызметі есту болатын болса, ол естуден бөлек те біздің құлағымыздың басқа да бір қызметтері болатын болса, оны біз бейспецификалық қызметке жатқызамыз. Көрдіңіздер ме? Мысалы, тағы сізге мысал кетейін. Жүректің негізгі қызметі, спецификалық қызметі қанды айдау болатын болса, қанды айдау, жүректің негізгі спецификалық, өзіндік қызмет, жүрек қанды айдау болатын болса, жүректің бейспецификалық қызметі деген кезде сіздер оның эндокриндік қызметіне жатқыза аласыздар. Мысалы, натрий уретикалық пептид деген гормон өндіреді, ол жүректің эндокриндік қызметі. Ол жүректің негізгі қызметіне жатпайды. Көрдіңіздер ғой, егер біздің құлағымыз жаңа айтқандай естеді, негізгі спецификалық қызмет есту болатын болса, біздің құлақтың басқа да бір қызметтері болатын болса, егер негізгі емес, өзіндік емес қызметтері болатын болса, біз оны бейспецификалық жатқызамыз. Өзіндік емес. Жүрек те сондай. Жүрек негізгі қызметі, спецификалық қызметі қанды айдау болатын болса, жүректің қанды айдаудан да бөлек эндокриндік басқа да бір қызметтері болатын болса, оны біз бейспецификалық, яғни жүректің негізгі жұмысына қажет емес қызметтер деп түсіндіреміз. Яғни специфика өзіндік, бейспецифика дегеніміз өзіндік емес қызметі немесе әрекеті. Көрдіңіздер ғой? Міне достар, қараңыздар. Тіннің биологиялық реакциясы екіге бөлінеді екен. Спецификалық реакция, бейспецификалық реакция. Мысалы қарайық. Сілекей безінің спецификалық қызметі сілекей бөлу. Сілекей бөледі. Яғни, мысалы қарайық.
сырттан біз тамақты иіскеледік. Тамақ бұл тітіркендіргіш, сыртқы тітіркендіргіш. Ол барады да мұрынның рецепторларын тітіркендіретін, тітіркенді екі. Ол ары қарай не істейді? Орталыққа барады. Орталықты қоздырады. Мидағы тәбет орталығын қоздырады. Тәбет орталығы қозған кезде не болады бізде? Биологиялық реакция кетеді. Сол орталықтың енді қозып кейін жауап қайтару биологиялық реакция да. Биологиялық реакция екі түрлі болады. Біріншісі спецификалық реакция, яғни ол барады да, мысалы, сілекей безіне импульс барады, сілекей безі ауыз қуысына сілекей бөледі. Вот міне спецификалық жауап сілекей безінің. Ал енді беспецификалық реакция, биологиялық реакция дегеніміз, биологиялық жауап дегеніміз бұл сілекей безінен бөлек басқа да органдар жұмыс жасап бастайды. Негізі сілекей безі сілекей өндіру керек еді. Сілекей безі өндірген кезде басқа да бір органдар өзінен жұмысын қозып бастайды. Мысалы, асқазан жұмыс жасап бастайды, ішекте жұмыс жасап бастайды, мысалы. Енді екінші мысал бұлшықеттер, мысалы. Бұлшықеттердің спецификалық қызметі қандай? Жиырылу. Болған, олардың басқа қызметі жоқ. Жиырылу болған. Негізгі қызметі. Енді қараңыз, сырттан бір тітіркендіргіш әсер келді. Мидағы орталық тітіркенді. Тітіркенден мидағы орталық қозды. Қозғаннан кейін сол жерден импульс шықты. Импульс өтті. Импульс дегеніміз сол қозудан кейінгі биологиялық реакция. Төртіншісі биологиялық реакция. Көрдіңіздер ме? Биологиялық реакция тоже екіге бөлінеді. Спецификалық, беспецификалық. Спецификалық жауап бұл жерде бұлшықеттердің жиырылуы. Ал беспецификалық жауап, ағзамыздың беспецификалық жауабы дегеніміз бұлшықеттерден бөлек басқа да органдардың жұмысының қосылуы. Немесе бұлшықеттердің жиырылудан бөлек басқа да бір қызметтер жасап кетуі. Осыны біз беспецификалық жауап деп айтады екенбіз. Яғни достар, қараңыздар, бұл жерде жалпы суть мынандай да. Бір фактор әсер етті, и ол біздің ағзамыз оны қабылдады, қозды, и соған біздің ағзамыз жауап берді. Спецификалық, беспецификалық, сол біздің ағзамыздың қайтаратын жауаптарының түрлері екен. Түсінікті ғой? Достар, енді қараңыздар, біз жаңа көрдіңіздер, тітіркендіргіш әсер етті, тітіркенді тағысын тағы да. Енді қазір мен сіздерге өте маңызды ақпарат беремін. Тітіркенудің деңгейлерінің классификациясын көрсетемін. Қараңыздар, тітіркендіргіш тітіркендірді ғой. Сол тітіркенудің күшінің деңгейлері бар. Қараңыздар, оны біз қозу табалдырығымен өлшейміз. Жалпы физиология ретінде қозу табалдырығы дегенді өтесіздер. Қозу табалдырығы дегеніміз бұл шприцті білесіздер ғой. Шприц 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп басталады. Сол жердегі ең жаңағы өлшем бірліктің бастауы 0 ғой. Вот физиологияда қазір қозудың, тітіркенудің деңгейлерінің ең негізгі бастау нүктесі сол қозу табалдырығы деп айтылады. Осыны түсініңіздер, қозу табалдырығы не екені осы. Қараңыз, қозу табалдырығынан төмен тітіркенудің күші. Мынау тін. Ең бірінші, мынау біріншісі 2, 3, 4, 5. Мынаға сай жазылды. Қараңыз, қозу табалдырығынан төмен тітіркендіру. Тіндерді тітіркендіру, міне, бірінші жағдай. Яғни, қозу табалдырығынан төмен дегеніміз бұл тітіркенудің күші ғой, ең төмен минималды тітіркендірудің күші. Осындай тітіркендіру ағзаға әсер еткен кезде тін оған мүлдем жауап қайтармайды. Яғни бұл дегенімізде, мысалы, біз тұрмыз, біздің ағзамызға минималды деңгейде бір тітіркендіргіш әсер етіп жатыр, біз оған жауап қайтармаймыз. Вот, осыған біз қозу табалдырығынан төмен тітіркену деп айтып кеткенбіз. Көрдіңіздер ғой? Енді қараңыз, қозу табалдырығындағы тітіркену деген бар. Қозу табалдырығындағы, дәл қозу табалдырығында тітіркену міне. Ондай тітіркендіргіш әсер еткен кезде біздің ағзамызға жауап болады. Біздің тініміз жауап береді, бірақ андай қатты күшті емес. Әрине жауап береді. Орташа деңгейде жауап береді. Сол тітіркендіргішке қарсы биологиялық реакция береді. Үшіншісі, қозу табалдырығынан жоғары, яғни уже күшті тітіркендіргіш, манағы ыстық су деген сияқты, қатты ыстық су. Міне, мұның күші осындай болады, міне. Күшейіп барады, вот. Ол қозу табалдырығынан жоғары деңгейдегі тітіркендіруге біздің тініміз де соған сай жауап қайтарады екен. Мысалы, ұрды, сен де өйтіп қатты тұрасың, соған сай ұрасың да, міне осындай. Енді максималды тітіркендіру деген бар, міне 4. Максималды тітіркендіру дегеніміз бұл бізде енді нормально ыстық. И максималды тітіркендіруге жараса, біздің тіндеріміз максималды соған жауап береді екен. Жауап қайтарады екен, обратно. Келесі, максималды тітіркенудің шыңы. Яғни, мынау максималды ерекшелігі, максималды дегеніміз мынау болатын болса, максималдының минималысы да, максималды дегеніміз осы, орташа есепте. Ал максималдының шыңы дегеніміз максимум бара алғаны.
мысалы ыстық су өте қатты ыстық, өте қатты ыстық. Міне, өте қатты ағзамызға өте күшті тітіркендіргіш әсер етуі, міне, өте күшті. Оған біздің ағзамыз үш түрлі жауап қайтарады. Дәл соған қарсы күшті жауап қайтаруы мүмкін, дәл максималдының шыңы сияқты кері жауап қайтаруы мүмкін сол тітіркендіргішке, максималдының шыңындағы тітіркендіргішке, немесе орташа жауап қайтаруы мүмкін, немесе мүлдем жауап қайтара алмай қалуы мүмкін екен. Қатты қоздырғыштарға, қатты тітіркендіргіштерге біздің тініміз мүлдем жауап қайтара алмай қалуы мүмкін екен, баяу жауап қайтаруы да мүмкін екен, немесе қатты жауап қайтаруы да мүмкін екен. Көрдіңіздер ма? Жалпы тітіркену күшінің деңгейіне байланысты біз оның классификацияға жіктеген кезде осындай 5 түрі бар екен. Оны осылай сызып түсіндіріп бересіздер. Қазір мен сіздерге мына жерге түсіндіремін, қараңыздар. Жалпы осы достар. Енді қараңыздар. Ертең физиологияда салыстырмалы рефракторлық кезең және абсолютті рефракторлық кезең деген бар. Міне. Салыстырмалы рефракторлық кезең, абсолютті рефракторлық кезең. Қараңыздар, рефракторлы деген сөз бұл төмендеуі. Яғни қараңыздар, максималды шыңындағы тітіркендіргіш біздің ағзамызға немесе тіндерімізге әсер еткен кезде біздің ағзамыз қатты соған сай жауап қайтаруы мүмкін, немесе салыстырмалы рефракторлы түрде жауап қайтаруы мүмкін, яғни төмен, рефракторлыдан төмен жауап қайтаруы мүмкін екен, немесе мүлдем, абсолютті оны жерде, абсолютті мүлдем жауап қайтара алмай қалуы мүмкін екен. Рефракторлы дегеніміз төмендеуі. Енді қараңыздар достар, мынау көрсеткіштің ЭКГ-дағы көрсеткіш сияқты показатель, көрсеткіш. Қараңыздар, білесіздер жаңағы 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп деңгейлерін анықтайды, дәл сондай көрсеткіш. Қараңыздар достар, тыныш күйдегі мембраналық потенциал, яғни манағы шприцтің нөл сияқты ең минималды нүкте, бастапқы нүкте. Себебі не үшін тыныш күйдегі мембраналық потенциал? Себебі біздің жасушамыздың сыртында не бар? Мембрана, мана ең баста айттым ғой сіздерге. Деполяризация, реполяризация қайда жүреді? Мембрананың ішінде, сыртында дедім ғой. Вот тыныш күйдегі мембрананың өзіндегі потенциал деңгейі мынау, соның уровені мынау. Одан кейін екіншісі деполяризацияның критикалық деңгейі деген бар. ДКК, орысша көп айтылады бар, кут деп айтылады. Деполяризацияның критикалық деңгейі жазып аламыз дәл осындай. Енді қараңыздар достар. Бұны кейін түсінесіздер достар, қазір по факту қарап алыңыздар. Тыныш күйдегі мембраналық потенциал, деполяризацияның критикалық деңгейі. Қараңыздар достар. Міне, бірінші қозу табалдырығынан төмен деңгейдегі тітіркендіргіш әсер еткен кезде біздің ағзамыз ол тітіркендіргішке жауап осындай болады. Міне, ол тітіркендіргішке біздің жауабы міне. Күші осындай, ол тітіркендіргіш әсер еткен кезде оның біздің ағзамыздың жауабы осындай. Яғни бұл жергілікті жауап деп айтылады. Жергілікті жауап деп айтылады. Не үшін? Қараңыздар. Себебі оның тітіркендіргіштің деңгейі мына қозу табалдырығы болатын болса, одан төмен болғаннан кейін де біздің ағзамыз оны сезбеген сияқты болып қалады. Немесе біз оған қатты мән бермейміз жүйелі түрде. Біздің сол, мысалы, мына жерге бірдеңе әсер еткен кезде, осы жердегі тітіркендіргішке осы жердің өзі жауап беріп бастады. Біз оны білмей қалдық. Вот, осылай айтады екен. Ал уже қозу табалдырығындағы күшейде тітіркену деңгейінде болса, міне, қозу уже мына деңгейге жетеді. Бүйтіп шығып бастайды. Міне, уже деполяризацияның критикалық деңгейінен өткен кезде ғана біз барып оған ол тітіркенуді сезіп бастаймыз да, оған жауап қайтарып бастайды екенбіз. Көрдіңіздер ма? Дәл осылай мына әсер қалай өсті, осы әсердің күші де өсе береді былай. Өсе береді екен. Көрдіңіздер ма? Бұл сіздерге показатель, просто көрсеткіш ретінде деңгейлерін көрсеттік. Достар, айттым, мен сіздерге баста айттым, сәл күрделі болуы мүмкін, но бірақ сіздер қазір уже түсіндіңіздер. Мана сіздер тітіркендіргіш не екенін, тітіркену не екенін көрдіңіздер, яғни тітіркендіргіш бұл бізде бір фактор, тітіркену соған уже реакция біздің ағзамыздың. Ал биологиялық реакция дегеніміз сол тітіркендіргішке қарсы біздің жауабымыз. Ал мына жерде сол тітіркенудің күшімен біздің ағзамыздың жауабын көрдіңіздер. Достар, енді қараңыздар, сіздерге бір мысал келтірейін. Оттың мысалында. Мысалы, біздің досымыз терімізге кішкене отты бүйтіп алып, біз оны сезбей қалдық. От тітіркендіргіш. Ал біздің мынау тініміз жауап қайтару керек еді ол тітіркендіргішке. Ал оның тітіркендіргіштің деңгейі өте төмен болғаннан кейін, қозу табалдырығынан төмен болғаннан кейін, біз оны сезбей қалдық. Сезді біздің ағза, но бірақ осы жердегі тіннің оған өзі жауап беріп жіберді.
біз оны білмей қалдық, ол жергілікті жауап қайтарды ол жерде. Енді қараңыз, сол оттың күші сәл күшейсе, уже біз оны сеземіз. Сеземіз, себебі деңгей көтерілді. Сездік, біз қолымызды деп тартып аламыз. Кетті. Үшінші деңгей, қозу табалдырығынан жоғары. Оттың деңгейі күшейді, уже үлкен андай зажигалка емес, шырпа емес, үлкен бір андай паялампа деп айтады. Сондай немен уже саған үстіңе басып жіберді былай. Қалай болады? Деп тартып аласың, итер жібересің, кет бар арман деп. Қолымды күйдірдің ғой деп кетіп қаласың. Не? Біздің ответ, жауабымыз соған сай болды. Не? Күшейді, тітіркендіргіштің күші күшейіп еді, біздің жауап та соған сай болды. Ол достар, бүкіл ағзамызда сондай, бүкіл органдарда осындай болады. Енді сол тітіркендіргіштің күші, манағы оттың күші максималды деңгейге жетті. Міне, максималды деңгейге. Үлкен бір, мысалы бір жер өртеніп жатыр былай. Сен тұрған жер өртеніп кетті былай. Я сен қашып үлгеріп қаласың болды. Бірден қашып кетіп қаласың ол жерде. Міне, максималды деңгейде тітіркену өртеніп кетті осы жер, сен қашып кете аласың. Кеттің, не? Қашып кеттің. Міне, сол тітіркендіргіштің күші мынау, и сен соған қараса жауап қайтардың. Сен жауап қайтарың, сол жерден кетіп қашып кетіп қалуың, қатты жүгіріп кетіп қаласың, шығып кетесің, не? Немесе терезеден өзіңді лақтырып жібересің. Вот осындай жауап. Бұл мысал сіздерге. Ал ең соңғы қозудың ең шыңы бар, жаңа тітіркенудің ең шыңы бұл максималдың шыңы, тітіркену деңгейінің ең шыңы. Ол қандай болады? И барлық жер жабық. Жабық деген не? От бүкіл айналаны алып жатыр. Оттың, яғни тітіркендіргіштің деңгейі өте жоғары, өте шыңында, барлығы өртеніп жатыр. Сен ол жерде, өте қатты жауап қайтаруы мүмкін, өте күшті жауап қайтаруы мүмкін. Яғни бақырасың, жылайсың, қатты сесің, жүгіресің, бүйтесің, сөйтесің. Но, бұл бір вариант. Екінші вариант бар. Сен ол жерде ештеңе істей алмай, шокқа түсіп қаласың. Ештеңе істей алмай қаласың. Ана жағың от деген күшейіп жатыр, жаман от өртеніп жатыр, сен бірақ оған жауап қайтара алмай қаласың. Просто талып шокқа түсіп қалдың. Салыстырмалы рефракторлық. Үшінші жағдай бар, сен сол жерде өліп қаласың. Сен мүлдем ол сыртқы тітіркендіргішке жауап қайтара алмай қаласың. Вот. Міне достар, міне сіздерге мысал. Міне сіздерге ашып түсіндірдім. Бұл тек қана от емес, кез келген сыртқы факторға біздің ағзамыздың жауабы дәл осындай классификация бойынша өлшенеді екен. Қозу табалдырығының деңгейі, бұл біздің мысалы сабыр деңгейіне салсақ болады екен. Біздің ағзамызға қатты сабырлатындар болады. Олардың енді стресстік деңгейдегі қозу табалдырығы өте төмен деңгейде. Оған қатты ашуына тие берсе, олар сабырлы болып тұра береді, өзін ұстап тұра алады. Олардың қозу табалдырығы өте төменде. Егер оларды қатты стресске түсірсең, ол шұндырып кетуі мүмкін. Оның кері жауабы сол. Түсінікті ғой? Міне достар, бүгінгі мына осы доскадағы сызылған ақпараттың негізгі суть осында. Біздің ағзамыздың сыртқы орталыққа жауап қайтаруы және сыртқы фактордың біздің ағзамызға әсер ету деңгейі мен біздің ағзамыздың сол деңгейдегі тітіркендіргішке жауап қайтару күші. Осындай 5 түрлі классификациядан тұрады екен. Достар, біз жаңа тітіркендіргіштің деңгейіне қарап, 5 деңгейіне қарап классификацияға жіктедік. Ал қазір мен сіздерге тітіркендіргіштердің табиғатына байланысты 5 топқа жіктеймін. Қараңыздар. Ең бірінші химиялық. Химиялыққа не кіреді? Химиялық тітіркендіргіштер, жаңағы мысалы мына заводтардан шығатын жаман соңғы өнімдер, жаман сулар, судың құрамында химикаттар, химикаттарға толған тамақтар, жейтін өнімдер, дәрілер, барлығы химикат қой. Біз осындай біздің ағзамызға әсер ететін химиялық факторларды химиялық тітіркендіргіштер деп айтамыз. Екіншісі физикалық сәулелері, ультразвук, рентген сәулелері, ыстық, салқын, оның барлығы физикалық тітіркендіргіштер біздің ағзамызға әсер ететін. Оған қарсы біздің ағзамыз жауап қайтарады. Үшіншісі биологиялық улар, араның уы, жыланның уы, бактерияның токсиндері біздің ағзамызға биологиялық тітіркендіргіштер болып келеді, әсер ететін. Келесі механикалық травмалар, ұру, манағы от жағып жіберу, от енді физикалық келеді, кеш жіберу, ұрып жіберу, қысып тастау, оның барлығы механикалық біздің ағзамызға әсер ететін сыртқы тітіркендіргіштер. Келесі психикалық, осыны кетпеу керек. Психикалық дегеніміз бұл біздің сыртымыздағы болып жатқан оқиғалар. Біздің ортамызда, мысалы саған күнде бір ұрыса берсе,
бір күн үндемейсің, 2 күн үндемейсің, манағы қозу табалдырығына сал. Бір күні жай ұрсады саған. Екінші күні сәл қаттылау ұрсады. Үшінші күні табалдырықтан жоғары деп қарай бересің ғой. Саған максималды деңгейде ұрысқан кезде сен де оған бірден қайтарасың. Мысалы менің группаласым болды сондай. Бір қай сабаққа айтпай ақ қояйын. Шыдап жүрді. Соңында біздің апаймен ұрысып қалды. Уже болды да, манағы деңгейде табалдырықтан төмен, табалдырықтан жоғары, максималды шыңына жеткен кезде бақырып тастады апайға. Вот осындай деңгейге жетті. Біздің апай токсичный апай болды. Бақырай беретін. Вот сондай қоздырғыштың түрі болса, бұл психикалық қоздырғышқа жатады. Сыртқы ғой, экзогенді. Вот көрдіңіздер ме? Вот достар, бүгінгі тақырып бұл физиологияның негізгі алғашқы тақырыбы. Бұл өте маңызды. Сіз осы тақырыпты жақсылап түсініп, маған жауап қайтарып, тапсырмаларды орындап жіберіңіз. Ары қарай мен тексеремін, одан кейін біз келесі сабаққа өтеміз. Осыдан кейін видео болады, соны көріңіздер.